Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы сөйлем мүшелерін еске түсіремін. Бүгінгі сабақта сөйлем мүшелері туралы білімді еске түсіресің. Бірінші тапсырма. Суретке мұқият қара. Өз отбасың туралы бірнеше сөйлем құрап айт. Отбасыңда кімдер бар? Отбасыңның үлкені кім? Менің отбасым өте үлкен. Отбасында 8 жан бар. Олар атам, әжем, әкем, анам, ағам, әпкем, інім және мен. Отбасының үлкені атам. Атам үнемі ақылын айтып, бізді әдептілікке тәрбиелеп отырады. Біздер үлкендерге көмектесеміз. Тәтем екеуміз анама үй шаруасына көмектессек, ағам мен інім әкеме мал бағуға көмектеседі. Біз тату отбасымыз. Жарайсыздар оқушылар, сіздерді де өз отбасы туралы әңгімелей алды деп ойлаймын. Сөйлем құрамындағы сөздердің қызметі де отбасына ұқсайды. Сөйлемнің басында бастауыш тұрса, соңында баяндауыш тұрады. Олар тұрлаулы мүшелер деп аталады. Ал тұрлаусыз мүшелер сөйлемдегі ойды толықтырып тұрады. Екінші тапсырма. Кестені ауызша толтыр. Сөйлем мүшелері туралы айт. Мысал келтір. Кестені дұрыс толтырдық па? Тексерейік. Ай мектеп. Дана, мен саған бүгін сөйлем мүшелері туралы айтып берейін. Сөйлем мүшелері? Иә, оны бастамас бұрын, сен Викидің дене мүшелеріне назар аударшы. Оның құлағы есту үшін, көзі көру үшін, құйрығы тепе-теңдікті сақтау үшін қажет. Сол сияқты мына ағаштың тамыры, діңі, бұтағы, жапырағы бар. Олардың да әрқайсының өз қызметтері бар екенін білесің. Ал ана отырғандар отбасы мүшелері. Әр отбасы мүшесінің өз орны болады. Яғни, әр мүшенің белгілі бір рөлі болады ғой. Иә, осылар сияқты сөйлем құрамындағы сөздердің де белгілі бір атқаратын қызметі бар. Сондықтан оларды сөйлем мүшелері деп атайды. Сөйлем құрамындағы толық мағынасы бар, нақты сұраққа жауап беретін сөздер сөйлем мүшесі болады. Мысалы, біз мектепке автобуспен барамыз. Осы сөйлемдегі әрбір сөздің толық мағынасы бар. Әрқайсысы нақты сұраққа жауап береді. Демек, бұл сөздердің барлығы сөйлем мүшесі бола алады. Қайтадан ағашқа назар аудар. Ол барлық уақытта бір қалыпта бола ма? Жоқ, қыста жапырақтары болмайды. Дәл қазір гүлдері жоқ. Ағашты барлық уақытта ағаш етіп көрсететін негізгі тұрақты бөліктері қайсысы? Тамыры, діңі, бұтақтары. Сөйлемде де дәл солай. Сөйлемді жасауға негіз болатын мүшелер бар. Оларды тұрлаулы мүшелер деп атайды. Тұрлаулы мүшелер атқаратын қызметіне қарай бастауыш және баяндауыш деп бөлінеді. Сөйлемнің кім немесе не туралы екенін көрсететін негізгі мүшесін бастауыш дейміз. Бастауыш кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Біз мектепке автобуспен барамыз. Сөйлем біз туралы. Әрі біз сөзі кімдер деген сұраққа жауап береді. Сондықтан біз бастауыш. Астын бір сызықпен сызамыз. Бастауыш арқылы баяндалатын іс-әрекетті, қимылды баяндауыш дейміз. Мысалы, біз не істейміз? Барамыз, баяндауыш. Астын екі сызықпен сызамыз. Ағаштың жапырақтары мен гүлдері сияқты
сөйлем құрамында да болуы міндетті емес. Бірақ керек кезінде сөйлем құрамында қолданылатын бастауыш пен баяндауыштан басқа мүшелерді тұрлаусыз мүшелер деп атайды. Сонда мектепке және автобуспен деген сөздер тұрлаусыз мүшелер ғой. Иә, тұрлаулы мүшелер болмаса, олар өз алдына сөйлем бола алмайды. Мысалы, мектепке автобуспен дегенде тиянақты ой жоқ, бірақ тұрлаулы мүшелер тұрлаусыз мүшелерсіз сөйлем бола алады. Мысалы, біз барамыз. Рахмет аға. Мен бүгін отбасы мүшелері сияқты сөйлем мүшелерінің де болатынын білдім. Олай да салыстыруға болады. Қайталайық. Сөйлем мүшелері. Сөйлем құрамында белгілі бір қызмет атқарып, нақты сұраққа жауап беретін толық мағыналы сөздер сөйлем мүшелері деп аталады. Сөйлемді жасауға негіз болатын мүшелерді тұрлаулы мүшелер деп атайды. Тұрлаулы мүшелер атқаратын қызметіне қарай бастауыш және баяндауыш деп бөлінеді. Біз мектепке автобуспен барамыз деген сөйлемдегі тұрлаулы мүшелер біз барамыз. Сөйлемнің кім немесе не туралы екенін көрсететін негізгі мүшені бастауыш дейміз. Бастауыш кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Біз мектепке автобуспен барамыз. Сөйлем біз туралы. Әрі біз сөзі кімдер деген сұраққа жауап береді. Сондықтан біз бастауыш. Бір сызықпен белгіленеді. Бастауыш арқылы баяндалатын іс-әрекет, қимылды баяндауыш дейді. Мысалы, біз не істейміз? Барамыз. Барамыз баяндауыш. Астын екі сызықпен сызамыз. Сөйлемнің бастауыш пен баяндауыштан басқа мүшелерін тұрлаусыз мүшелер дейміз. Үшінші тапсырма. Мақалды жадқа жаз. Сөйлем мүшелеріне талда. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Ойлаумен ой толады, ойнаумен бой толады. Жарайсыздар оқушылар, тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Бесінші тапсырма. Мұражайда тақырыбына берілген сызба бойынша әңгіме құрап жаз. Жарайсыздар оқушылар, бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңыздар. Біз бүгінгі сабағымызда сөйлем мүшелері туралы еске түсірдік. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.